бірінші курста 15 қарашада 2015 жылы ВКонтактеден парақша аштым, қазақ тілі әдебиет деген. Сол жерге өзім кітаптар жинап қойдым, сол кітаптан тесттер, мәліметтер салып оқушыларға пайдалы болсын деп 3 жыл солай жүрдім. И 6000 оқырман жиналды. Сөйтіп 2018 жылы бізде енді 4-ші курс оқып жүрдім. 4-ші курста бізде қазақ тілін оқыту әдістемесі деген сабақ болатын. Сол кезде Шынар деген мұғалім бар бізде. Ол кісі айтатын, болашақ онлайн жобалар жасап көріңдер деген сияқты. Көбісі түсінген жоқ ол кезде. Бірақ мен былай қағып алдым, онлайн. Өйткені мен білем ғой. Оған дейін мен онлайн қатысып көрдім марафонға. И мен оны и так ойланып жүрдім. И ана кісінің айтқаны оның үстіне тағы бір енді идеялар туғызды. Сөйтіп барып ВКонтакте парақшамда тұрып, бар нәрсемді қалай пайдалансам болады деген сұрақ туындады. Сөйтіп сол жерге өзімді алғаш рет таныстырып, давайте қосылыңдар, мен WhatsApp-тан чат ашамын, сендерді дайындаймын, үйретемін. Осылай деген сияқты өзім таныстырдым. Сөйтіп 20 бала нөмірін тастап, 500 теңге төлеп солай бастадық.